سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. Қандай кісілерді тыңдауға болады, тыңдауға болмайды. Енді көбінесе бүгінгі таңда ақида деген мәселе ашық, анық талқыланып жүр. Қолымыздан келгенше діни басқарма тарапынан біз Ахлу сүннет уал жамаат ақидасын насихаттап жүрміз. Бірақ сәләфилер әлбетте өздерінің көсемдері мен ұстаздарын тыңдайтын белгілі. Осы есімдерді атап өтсем деп отырмын да сіздерге. Бәлкім біреулеріңіз білер, біреулеріңіз білмес. Олардың көсемдері бүгінгі таңда Қазақстанда белсенді түрде сәләфилердің тарапынан мойындалған, өздері тыңдайтын кісілер. Біз өзіміз, мен және менің әріптестерім, жалпы діни басқарманың ұстанымына қайшы келетін сол сәләфизм идеологиясын уағыздап жүргендер кімдер? Олар Дарын Мұбаров ешқандай бірнеше рет телеарналардан өрескел жіберген қателіктер болды. Күні бүгінге дейін оның видеолары да бар. Ол басында фихтан да қатты кетті. Кейіннен білмедім бір жағдайларға байланысты фихты Ханафи мазхабына ұқсатып көбірек айту керек болды. Бірақ ақидада бір жолата мүлдем Алла Тағаланы аспанда деп осы мен айтқан үш нәрсені белсенді түрде уағыздап жүргендердің бірі Дарын Мұбаров. Оқтам Зауырбеков, Ділмұрат, Назратулла, Зейнуллиндер, ағайын Зейнуллиндер, Ринат және Наим. Оқтамды жеке басым жақсы танимын, кездестім. Зейнуллин, ағайынды Зейнуллиндерді жақсы танимын. Барлығы толықтай сәләфилер және солардың ақидасына уағыздап жүргендер. Бұл жерде жамағат кейде айтуы мүмкін де, енді жалпы уағыздары тақуалыққа айтатын нәрсесі бірдей ғой деуі мүмкін. Енді барлығы баста адамдарды өзіне тарту үшін ортақ мәселелерден бастайды. Тақуалық, сабырлық, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмір баяны. Бірақ адам баласы енді мына педагогикада бар, психологияда да бар ма? Адам баласы өзіне әуелі тартып, өзіне тыңдаушы жинайды. Барлығы басында сонымен бастайды. Бірақ бұл айтылған есімдер Дарын Мұбаров, Ринат Зейнуллин, Наил Зейнуллин, Оқтам Зауырбеков, Ділмұрат, Назратулла. Енді ресейлікін онсыз да білесіздер сіздер, ресейдегі Састанинский ма, қайсысы тағы біреулері бар екен, Сасетлинский. Олардың барлығы онсыз да белгілі. Барлығы ресейдегі мазхаб ұстанатын жамағаттардың арасында ертік салып жүргендер. Міне, бұлардың барлығы ақидасы дұрыс. Кәпір деп айтпайды ғой дейді, мысалы. Немесе такфирге шығармайды ғой дейді, құрметті жамағат. Бұлардың байсалдысы немесе радикалдысы деп бөлінеді. Бұлардың бәрі бірыңғай, бір топ, бір идеология. Негізгі мынау мұсылман адам ислам діні немен басталады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінді немен таратады? Сүйіспеншілікпен, мейірімділікпен. Бұлар бірінші мұсылмандардың күмән салады. Бұл радикализмнің алғы шарттары. Анамен араласпа, оның ақидасы дұрыс, күмән салады. Ислам діні ондай емес қой. Міне сондықтан осы адамдардың уағыздарына мұқият сақ болуымыз керек. Біз оларды тыңдамауға шақырамыз.